Қайырлы күн, құрметті математикашы қауым, сіздермен бірге Али. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық қалып, сызықтық өлшем, кернеу және бейне. Бізде бірінші тақырыпшамыз ол сызықтық қалып. Яғни қалып дегеніміз біздегі кеңістіктің несін өлшемін, жоқ, кеңістіктің жалпы түрлендіруіне жауапты жалпы кеңістікті қалыптастыратын векторлардың комбинациясы. Былайша айтқанда, векторлар берілген кеңістікті қалыптастыру үшін. Мысалы, бізде кеңістікті осылай жазады екенбіз. Пән кеңістік, қалып пән. Векторлардың қалыбы. Қалып деген жалпы сол кеңістік. Жазықты болуы мүмкін, ол түзу болуы мүмкін, ол бір басқа да фигура болуы мүмкін. Бізде сызықтық қалыптың комбинацияға жазамыз. Бізде А1, А2, АК дейтін қандай да бір сандар. В1, В2, В1, В2, ВК ол бізде вектор. Нәтижесінде қандай да бір вектор. Келесі бізде сызықтық қалып, сызықтық өлшем. Сызықтық өлшем дегеніміз кеңістікті қалыптастыратын векторлардың саны. Бізде бірінші мысалда екі вектор берген, яғни ол бізде жазықтық екі өлшемді тастырады. Яғни ол бізде екі болады. Таймсенш деген өлшем. Бұл жерде бір вектор көп тұрмыз, яғни бір өлшемді кеңістікті қалыптастырады, яғни ол бір болады. Бізде үш вектор, V1, V2, яғни бізде dimension тең болады 3-ке. Ол бізде сызықтық өлшем. Кернеу дегеніміз сызықтық түрлендіруден кейін біздің матрицамыз, векторымыз нөлге ұмтылады. Яғни біздің қандай да бір вектор жиыны нәтижені нөл қылдыратын векторлардың жиыны. Bir мысал келтірейік. Аты x, y болсын, x қосқан y деген ақы береміз. Бізде нәтижеміз жаңағыда айтып өткендей t, x, y тең болады 0. Енді x y-ге 0-ге теңестірсек, x-іміз минус y болады, y-іміз минус x болады. Сонда нәтижеміз x пен минус x. Яғни мына векторда біздің x y-іміз 0-ге тең болады екен. Жалпы осы. Бізде келесі соңғысы бейне, яғни image. Кернеуден айырмашылығы бейнеде біз нәтижені етеміз. Нәтиже. Яғни біз сызық түрленген кейін біздің сызық кеңістігіміздің нәтижесін ғана қарастырады екенбіз. Бізде мысалы мынандай нәтиже берілген x0, яғни біздің нәтижеміз x0. x0 дейтін вектор. Тағы мынандай теорема бар, кернеу мен имиджге қатысты. Яғни бізде V кеңістіктің өлшемі кернеу мен имидждің өлшемінің қосындысына тең болады деген теорема бар. Жалпы бізде теориялық интерпретациямыз осы. Енді есептерді қарастырайық. Бізде бірінші есеп вектор берген, жаңа А1 және А2 вектор берген. Бізде табуымыз керек қандай да бір лямбда 1, лямбда 2 сан кезде мына комбинациямыз мына мәнге ие болады. Ол үшін былай шығарайық. Лямбда 1, 1, 1, 1, соған лямбда 2, 1, 2, 3 тең болады 4, 5, 6 болды. Енді бізде
оны бір вектор ретінде құрасың. теңдеу жүйесі. Лямбда 1, лямбда 1, лямбда 1. Соған лямбда 2, соған 2, лямбда 2, соған 3, лямбда 2. Болады 4, 5, 6. Ендеше біз Гаусс әдісін қолданамыз. Мына элементтерді бірге айналдырамыз. Сол үшін -1-ге көбейтіп қосамыз. Сонда шығады бізде нәтижесінде 1, 0, 1, 0, 0, 1, -1, kaç? -1. Bizde 4, -1, -1. Fakat necede 2 жол бірде мынаны жойып жібереміз, азайтып. Сонда бізде нәтижесіне қалады 1, 1, 0, -1, 4, -1. Енді бізде осыдан келіп шығады лямбда 1. Лямбда 1 қосқан лямбда 2-міз 4-ке тең болады. Ал лямбда 2-міз 1-ге тең болады. Сонда лямбда 1-міз 3-ге тең. Сонда біздің бұл векторымыз тең болады 3 А1 соған А2. Ve bizim комбинациямыз осылай шығады. Так, келесі есеп бізде 4 вектор берген. Содан біз дәмесін ішінен өлшемін табуымыз керек. Соны қалай шығарамыз? Оны біз матрица арқылы шығарайық. Яғни бізде А матрицасы дейсін. Нөл, 0, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1. Taktan бәрін нөлге айналдырамыз. -2, -3-ге. Мынаны -1-ге қосып азайтамыз. Сонда шығады біздің нәтижеміз. А тең болады 1, 0, 0, 0, -1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, -3, 1, -3, 1, -3. Мына жерде 3 жол бірдей, бәрін азайтып шыққанда, сонда біздің ақырғы нәтижеміз осындай болады. 2 не қалды? Жол. Яғни біздің өлшеміміз 2-ге тең болады. Так, келесі есеп 3-3 матрица берілген. Яғни біз соның бейненің өлшемін табамыз және кернелінің өлшемін табамыз, ядроның. Бізде мына жол мынаған тәуелді болып тұр. Көріп тұрсыз? Және мына жол мынаған да тәуелді болып тұр. Сонда біздің бір векторымыз, бұл 2 векторымыз 2, бұл 1 болып тұр. 3 векторымыз 3, бұл 1 болып тұр. Яғни сызықтық тәуелдік бар бұл жерде. Сызықтық тәуелдік бар болса, онда біздің рангымыз 1-ге тең. Яғни бізде бейне нәтижесі. Ол нәтиже түзу болады, ол 1 өлшем. Енді бізде N-тен жаңағы теорема бізде бастапқы өлшем 3 берілді. Бізде мына жерде 2 қосылған осылайша.
көрінетін өлшемі. Сонда көрінетін өлшемі бұл жерде 1 болады. Осылай біздің жолымыз шығады екен. Есебіміздің жолымыз шығады екен. Так, бізде соңғы есеп дәлелге байланысты. Мына 2 теңдікті дәлел болacak. Дәлелдемес бұрын мынандай келесі операцияны енгізейік. Яғни біз екі жақтан тексерейік, орындалады. Мынаны тексерейік. Мына бізде қандай да бір табу вектор табылсын, элемент табылсын, қабықтың ішінде. Сонда біздің комбинациямыз келесідей болады. Вектор. Бір қандай да бір 1 c2 1 қосқан c2. Бізде c1 c2 константа. Сонда бізде v1 бар, бірге жиыстырамыз. v1 жиыстырғанда c1 қосқан c2 v1 қосқан v2 шығады екен. Біздің v векторымыз тиесілі қабыққа v1 мен v2. Енді b-ны тексеріп келсінші. Бізде v2-мізді v1 қосылған v2 минус v1 деп естейік. Сонда бізде қандай да бір u векторы табылсын, қабықтың жиынында v1 v2 дейді. Сонда біз үшін келесі комбинация орындалады екен. K1 U1 K1 S1 қосылған K2 V2. Бізде K1 K2 константа. Сонда келесі комбинацияны V2-ның орнына мынаны жазамыз. Сонда бізде K1 V1 K2 мынаны қоямыз. V1 қосылған V2 минус V1. Так. Сонда бізде келесі шығады болғанымыз K1 минус K2 минус V1, яғни біздің аяқтағы ұқсас элементтерді бір жерге жиыстырдық. Және де бізде K2 қалады. V1 қосылған V2. Сонда бізде ғамыз V1, ғамыз V2 болады. V1, ғамыз V2 болады. Жалпы теорема дәлелденді. Так, сабақ қорытындыласақ, бүгін сабақта сызықтық қабық, сызықтық өлшем, көрінеу бейнеге қатысты анықтама бердік. Ал сол анықтамаларға сүйене отырып, біз соларға қатысты есептерді шығаруды біршама практика жүзінде үйрендік. Назарыңызға рахмет. Құрметті математика пәндері қонақтар. Сол сәлематта болыңыздар.